Зерек әдеби-танымдық сағатында Фариза Оңғарсынованың Ж, Ö, Т әріптерінен басталатын өлеңдерін ұсынамыз. Ж әріптерінен басталатын өлеңдері: жалау таңы, жаралған деп жат үшін, жүректі тербеп, жанарым талды ау, жанымды жыршы, жан толының монологы, жоқтау, жан таласып мен үшін, жүрегім алқынады, жаппай жұртым, жол. Жанымда жүрші аласармайтын армандай асқар тауын боп, шілдедегі әппақ жауын боп, сенімен жүрсем, мынау жалғанда мен көтермейтін ауыр жоқ, бет қаратпайтын дауыл жоқ. Ö әріптерінен басталатын өлеңдер: өлең көп деп өзімді таныстыру, өсиет, өзіңді ойлап, өзімнен, өзің менен жүрегім, өзен, өлім деген. Өлім деген немене? Көргендерің бар ма оны? Ғұмырында келеме, бір-ақ рет бар жоғы. Бір-ақ рет, ендеше рақат қой мұныңыз. Бірнеше рет келмесе, қиналмайды құлыңыз. Т әріптерінен басталатын өлеңдері: тілек, тынбайды жүрек, телефон шыр етті, телефоны құрғырың толғау, торғайдың торғын түндері, топтардан озбай, тағдыр жайлы, туған жер. Теңіз аласапыран, тақырды таптап, теңеулер, түш жайлау, туған ауыл. Армысыңдар туған жер, туғандарым, кезіп жердің тау-тасын, нулы орманын. Келіп тұрмын, безгем жоқ өздеріңнен, мені алысқа сендерден қуды арман.